Астаным бар балбал тасқа қашаған, аспаным бар ала бұлттан босаған, асылына ие болған алаштың айналайын менің алтын босаған. Осыдан 30 жыл бұрын еліміз азаттығының таңы арайлап атқанда дүние есігін ашқандардың бірі Алматы облысы Талғар ауданы Нұра ауылының тумасы Меруерт Айтжанқызы еді. Меруерттің анасы бесігін азаттық жырымен тербеген. Егемендіктің киелі таңымен таласа дүниеге келген Меруерт өз туған ауылында мектеп табалдырығын аттап, сол мектепті үздік тәмамдаған соң арман қуып Алматыдағы Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің ұстаздық мамандығын алып, туған жері Нұрада өзі оқыған білім ошағына ұстаз болып орналасады. Қазіргі таңда бір шаңырақтың түтінін түтетіп отырған Меруерт 3 баланың анасы, аяулы жар, ибалы келін. Аталмыш білім ордасында жас буын оқушыларға алған білімін үйретіп, алдағы өмір жолдарының ақ болуына өз септігін тигізіп жүр. Қазіргі таңда ұлағатты ұстаз болып жүрген Меруертті тәуелсіздіктің құрдасы болудың қандай екенін сұрастырып, әңгімеге тартқан едік. Киелі тәуелсіздіктің таңыменен қаласа өмірге келген тәуелсіздіктің төл құрдасы ауылымыздың қызы Айтжанқызы Меруерт қарындасын қош келдіңіз. Тұғырлы тәуелсіздігіміздің төл құрдасысыз. Қай айда, қай күні өмірге келдіңіз? Тәуелсіздіктің таңаты бостандыққа қол жеткізген елімнің қуанышына ортақтасып, 1991 жылы 15 шілде күні дүниеге келдім. Арайлы азаттық таңымен таласа туғаннан болар. Мектеп қабырғасындағы ұстаздық білімімен қатар қоғамдық жұмыстарға да белсене араласады. Меруерттің ұстазы Қатира Досанқызының шәкірті туралы пікірін білген едік. 1991 жылғы туған шәкірттер тәуелсіздік құрдастары болып саналады. Енді осы мектеп бітірушілердің ішіндегі тәуелсіздік күнімен құрдас Ерменқұлова Меруерт туралы айтып кетуге болады. Меруерт өте тәрбиелі, инабатты, мектепішілік, аудандық шаралардың бәріне белсенді қатысқан оқушылардың біреу болатын. Ұстазы жақсының шәкірті озбақ дегендей, Меруерт өзімнің шәкіртім өте белсенді, жақсы жұмыс істеп жүр деп ойлаймын. My flag is blue, my flag is bright, I like it very much. The yellow sun, the blue sky, and the eagle flying high. Kazakhstan is my country, Kazakhstan is my land. I live here with my friends. Let's play today, let's dance a lot, let's sing a song about love. I love my dad, I love my mom, I love my world and a happy home. Kazakhstan is my country, Kazakhstan is my land. Тәуелсіздік таңымен бірге түлеген ұрпақтарымыз аман да абыройлы болсын. Еліміздің тәуелсіздігі мәңгілік болғай.